Сәлем достар, баршаңызға мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет сырники дайындаймыз. Бізге қажет 300 граммдай творог. Творогымызды вилканың көмегімен мыжып аламыз. Сосын бізге манная крупа, сосын қант, бір жұмыртқа, барлығын араластырып қамыр жасап аламыз. Достар, мені каналыма тіркеліп, подписация бөліміні басып, қоңыраушаның всесін басып өтіп кетулеріңізді сұраймын. Мен сіздерді жақсы көремін. Менімен бірге болыңыздар. Дайын болды қамырымыз. Дәл осылай бөлектерге бөліп аламыз. Дәл осы масалықтан бізге 6 штук сырники дайын болады. Дайын болған сырниктерді домалақ етіп, ұнға батырып жасап аламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Оңай, әрі жылдам дайын болады. Таңғы асқа күшті завтрак. Дайын болды. Дайын болған сырниктерді қызып тұрған табаға май қойып, қуырып аламыз. Өздеріңіз білесіздер, қандай цвет сіздерге ұнайды, дәл солай етіп қуырып аласыздар. Біз қызартырып қуырып алғанды ұнатамыз. Әдемілеп қуырып аламыз. Міне достар, сырниктеріміз пісіп қалды. Тарелкаларға саламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.